Мынау қиярды түсіріп жатырмыз. Өзіміз еккесін қиярды осылай жауып тұру керек. Суын бірнеше рет бүйтіп төгіп. Ішіне не салдыңыз? Айтып жіберіңіз. Укроп. Укроптың зонтигі басындағы дәні. Мынау деген кімнің ойбай. Чеснок, жуа жоқ. Жоқ, чеснок, укроп, горошек, перец. И все. И лаврушка. Лаврушка. Сосын вишняның жапырағы мен ненің жапырағын салсаңыз, мына суын неше рет төгесіз? 2 рет төгемін. Кейбіреу 3 рет төгеді. Вишня мен ненің черный смородинаның жапырағын салсаңыз, хрен сияқты кіршілдеп тұрады екен огурцы. Ох, дұрыс айттың, хрен заты бар. Бәсе хрен жоқ. Если хрен салсаңыз, хрен да кіршілдеп тұрады. Егер хрен таппасаңыз, вишня мен малинаның несі күшті кіршілдетеді ғой. Смородинаның жапырағы. Жуып салсаңыз, 5-6 смородинаның жапырағы, 5-6 вишняның. Хреннің мен деген мынандай қылып тамырын салам. Хреннің жапырағын салмаймын. Ол да жақсы. Ол ащы бола ма? Күтірлік болады. Жапырағы да күтірлік болады. Жапырағы мен жапырағы. Сіз огуртта хрен егіп жатсыз ба? Иә, мен апаларымызға алып Огуртта жоқ қой. 3 только қылып осылай хрен салып жүрмін. Ой, өте тамаша. Күшті. Менің көршім күшті жабады. Мынау уже екінші рет. Рассолы да, екінші? Екінші рассолы, иә. Бұның ішіне тұз нені саласыз ба? 2 литрлік банкке 2 қасық тұз, 2 қасық шекер. Мен сөйтіп жабам енді. Әркім әрқалай жабады шығар. Мына суыңыз тек су просто, да, кипяток? Бұл екіншісі. Кейбіреулерді көрдім, мына суға шекерін, тұзын салып алып, осыны бірнеше рет қайнатады екен. Екінші суды қазір осыны құйып аламын да. Қайнатасыз, да? Осыны қайнатамын. Бірінші суды төгіп тастадыңыз. Оны вообще пайдаланбаймын. Екінші суын істеп аламын да. Осыны төкпеймін, оны қайтадан құямын да, соған рассол жасаймын. Жаңағыдай несін, шекерін соған саламын да, сосын болғаннан кейін соны құйып, тұндырып, потому что шекер мен тұздың бойында все равно қоқым өте көп болады. Түсінікті. Сол үшін қайнатамыз. Үйренсең жирен деп өмір бойы оқу керек қой. Үшіндегі мусорның бәрі астына тұнып қалады. Содан кейін көбін мысалы айтады ғой, огурцылар атылып кетеді, потому что тұз бен шекердің бірін қайнатқанда мусор түбінде қалады. Секрет құпиясы дейсіз ғой. Лайфхак. 20 минут тұрады. Сосын уксусты жабатын кезде тек қақпағына тамызасыз, да? Иә, қақпағына тамыза, қазір несін крышкасын стерилизовать етеді. Банканы өзін стерилизовать етіп, дайындадың ғой, да? Дайындап алдым. Крышканы енді стерилизовать етесіз? Енді стерилизовать етем крышканы. Болды, бәрі осы. Бұл дегенің мынау укроп болды ма? Жоқ, айта беріңіз, мен түсіріп жатырмын сізді. Укропты зонтигі жақсы, да? Жапырағынан. Жапырағынан зонтигі маған қатты ұнайды, свежий. Және оны мен Рыскүлдің огородынан алып келдім. Жақсы. Көршімді да өзінде көрсетіп жіберейін. Пысық келіншек маған үйретіп жатыр. Мен өзімде жабам осылай огурцыйды. Мен бірақ қақпақты біреуден қорқам. Жаңа менің көрген ең бірінші күшті көргенім хрен таба алмай қалған күні вишня мен смородинаның жапырағын салғанда таң қалдым. Прям огурцилер деген хрустит прям. Ондай огурцы жеп көрмеппін. Мынау малосоленый ма или соленый котлет. Соленый, да? Мына кабачковый икра. Кімнің Рыскүлдің огородынан. Менің огородымдан дейді. Өнімі. Рыскүлдің маған берген өнімі, көршім деп маған берген. Мен бұдан кабачковый икра жасап алдым. Ой, молодец. Надо попробовать. Иә. Көрмейді, но надо попробовать. Иә. Жауып алдыңыз, да? Күшті жауып алдым. Қысқаға балдарының азығы. Ас болсын. Қамына кірісіп жатыр. Ас болсын. Маған Рыскүл өзің огородынан өсіріп, маған дайындап берді. Көрші апа сізге деп. Мен дайындап алдым кабачковый икра. Көп рахмет. Рахмет, ас болсын, ас болсын. Кабачки деген бізде өте көп шығады. Өзіме де жауып алдым. Міне мына кісі де өзіне де жауып алған. Енді бүгін нан жауып атқасын мен түсіріп кетейін, сіздерге білетінмен бөліссін деп. Себебі банка жауыдан қолы босамайтын көршім ғой. Күнде келсем әйтеуір бірдеме жауып атады. Рассол жасап жіберемін. Рассол 2 литрлік банкіге мен 2 қасық тұз салам. Есептеймін, 3 банкіге, значит 6 қасық. 3, 4, 5, 6 қасық тұз. И 6 қасық шекер. 3 банкіге. 2 ас қасықтан. 4, 5, 6.
Мына банкілер 20 минут жаңағы екінші құйған кипяток ысы суында қайнаған тұр. 20 минут болып тұрғанына. Енді осы суды қайтадан маған құйып аламын да, міне бұны екіншісін төкпеймін. Рассолдың үстіне құямын да. Қиярларыңыз құлап қалмайды екен жақсы. Орыстар ана басына сетка кигізіп төгіп жатады ғой, қиярлары түсіп кетеді деп. Бәсе түсіп кетеді деп. Бұл жағы хреннің нелері да, тамырлары. Хреннің жапырағын салмаймын, когда мен хреннің тамырын салам осылай. Чеснок неше штуктан? 4-5 штуктан көз жобамен да? Жобамен 3-ден 4-ден сала беремін. Так, вот у меня рассол не. Қазір осыны сақылдатып, тағы да сақылдатып қайнатамын да. Құйып шығасыз үстіне. Құямын да, сосын бетіне уксус құямын да. Сақ жауып тастаймын болды. Уксус 70%-тік тек тамызасыз ғой да бетіне? Бір чайный ложкадан құямын. Бір чайный ложкадан. Дөңгелек бұрышты қанша салдыңыз? Бір қасықтан? Бір шай қасықтан? Шай қасықтан салдым. Рассолка сақылдатып қайнатамын. Мынаның ішінде де сол дөңгелек бұрыштары жүрген. Дөңгелек бұрыштың андай иісі күштісі бар ғой, соны ма әлде кәдімгі душисті? Кейбіреулер простой қара бұрыш дөңгелекті сала береді, да? Мен душисті саламын. Шағасында қонаққа шайды береді. Бәрін үлгеріп жатыр көршім. Мен де баламен бірге түсіріп жүрмін қасында. Жақсы, сұрақтарыңыз болса комментарийге жазасыздар. Қазір біз мына қайнаған рассолды мыналардың ішіне құйып, сосын жаңа 70% уксусты бір шай қасықтан әр банкінің үстіне құйып, сосын жауып тастаймыз бұйырса. Қыста азық болады, ас болсын.